Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құймақты торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сүт, шекер, шым тұз, сұйық май, ұн мен какао және де қайнаған су. Барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Қызып тұрған тавада құймақтарымызды пісіріп аламыз. Торттың кремін жасау үшін мен кілегей қолданған жоқпын. Арнайы крем алдым. Оны бар болғаны тек миксермен жақсылап көтерілгенше шайқап алу қажет. Және үстінен дәміне қарай шекер қостым. Құймақтарымыз суыған соң видеода көрсетілгендей етіп тортымызды жинап шығамыз. Тортымызды әсемдеу үшін құймақтардың өзінен гүл жасадым және таңқурай тосабы мен қант ұнтағын пайдаландым. Біздің құймақты тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым.